Сәлеметсіздер ме балалар, қалдарың қалай? Келесі сабағымызды бастайық балалар. Келесі сабағымыз термодинамикалық жұмысқа есептер шығару. Термодинамикалық жұмысқа есептер шығару, да? Ну, әрине қызыл кітаптан шығарамыз балалар, ең бірінші шығаратын есебіміз қызыл кітаптан 2,290 деген есепті шығарамыз. 2,290. 2,290 деген есеп шығарайық. Есептің берілгені мынау дейді. 2,290 дейді. Массасы 320 грамм оттегі дейді. Массасы 320 грамм оттегі. 20 кельвинге изобарлық қыздырғанда қандай жұмыс атқарады дейді. Дельта Т 20 кельвинге қыздырғанда 20 кельвинге изобарлық қыздырғанда қандай жұмыс атқарады дейді. Қысым тұрақты деген изобарлық десе, осында атқаратын жұмысты тауып керек. Бұл енді оңай есепті. Термодинамикалық жұмыстың анықтамасына сәйкес келетін формула ғой, просто қалай істейміз? Термодинамикалық жұмыс изобарлық процесс кезінде сол тұрақты қысымды көлемнің өзгерісіне көбейткенге тең. Немесе мұны Менделеев теңдеуімен, газ күйінің теңдеуімен жазатын болсақ, онда М бөлінген маялық басы көбейтілген R көбейтілген дельта Т деп жазуға болады. Бір орнына қоямыз. Масса граммен болса, мольдік массасында граммен ала салайық да, 320 бөлесің 32 ғой. 8,31 көбейтесің 20 кельвин, да? Шығады, жауабы неше шығады? Жауабын айтам, қазір неше шығатын? Жауабы 1662 жоул шығады. 1662 жоул шығады. 1662 жоул шығады. Так, келесі есебіміз балалар, келесі есебіміз бұл нас 2,293 деген есепті шығарамыз. 2,293. 2,293. бітеді. Табанның ауданы 250 сантиметр квадрат. Естен 250 сантиметр квадрат. Табанның ауданы 250 сантиметр квадрат. Цилиндр тәріздес ыдыс ішінде массасы 10 грамм азот. Массасы 10 грамм азот. Массасы 10 грамм азот. Массасы 12,5 килограмм гір тасы жатқан поршында сығылады дейді. Массасы, гір тасының массасы үлкен М, ол тең болады 12,5 килограмм дейді. 12,5 килограмм гір тасымен сығылады. Үстінен басып тұр деген сөз ғой. Оны 25 градустан 625 градусқа дейін қыздырғанда газ қандай жұмыс атқарады дейді. Т1 25 градус, Т1 25 градус Цельсия, Т2 625 деп тұрды ғой дейм, 625 градус Цельсия. Қыздырғанда газ қандай жұмыс атқарады? Атмосфералық қысым бір қалыпты дейді. Т0 оның 5 дәрежесі дегенсіз. Қанша жұмыс атқарады? Газдың көлемі қаншаға артады дейді. Газдың көлемі қаншаға артады рас, ол қанша жұмыс атқарады ба, осын тау керек. Но қазір суретін сызсам, сол кезде ол түсінікті болады, да? Сол кезде ол түсінікті болады. Суретін сызған кезде ол түсінікті болады.
Вот міне не берілген жаңағы. 2 рет сызайық цилиндр. Тағы да сол цилиндрді. Екі жағдайда ғой, қыздырғаннан кейінгі, қыздырғанға дейінгі деңіз. Вот нақсаған цилиндрді поршынмен жауып тұрады мына жерде. Мына жерде поршын бар. Сосын оның үстіне бір гердің тасын қойып қойған. Үлкен М деген массасы бар да. Мына жерде атмосфералық қысым басып тұрады деңіз. П0 деген да. Мына жерде гердің тасы жаңағы үлкен mg деген салмақ салады. Мынаның ішіндегі қысымдар содан кейін неме? Қысымы бұның P1, көлемі B1, температурасы T1 да. Ал одан кейін оны қыздырады ғой. Қыздырғандан ол көтеріледі, естественно да. Қыздырғанда көтеріледі. Көтерілгенде жаңағы үстінде гердің тасымен бірге көтеріледі. Гердің тасы бар. Атмосфералық қысымда соғалып қалады үстінде да. Ол өзгермейді ғой. Бұл жерде жаңағы үлкен mg, бұл жерде жаңағы газ да. Бұл кездегі оның қысымдары неме болады? P2 болады. Көлемі B2 болады, температурасы T2 болады. Вот. Енді атқарылатын жұмысты тау керек, иә? Ол осындай есеп екен, да? Енді не істейміз? P1 мен P2 өзгермейді, иә балдар? Өйткені неге деген? Ол, мысалы, мына жағдайда да оның үстінен жаңа гердің тасы басып тұр. Поршының массасы жоқ, атмосфера давить етіп тұр. Мына жағдайда да сол екеуі. Значит, P1 мен P2 уже тең деген сөз. P1 мен P2 тең бұл жағдайда. Енді P1 немеге тең болатын есептейік. P1 бізде тең болады. P0. Бізде P1 тең болады. Ол P0. Қосасың жаңағы үлкен mg бөлесің s-ке бөлесің ауданға. Мынаның салмағын жаңағы ауданға бөлсең, ол қысым шығады деген. Солай ма? Но есептейік жаңағы. Оны есептейік. Оның 5 дәрежесі. Оның 5 дәрежесі қосасың массасы неше өт? 12,5 көбейтесің 10-ға. Бөлеміз ауданы S250 көбейтесің оның минус 4 дәрежесінде. Тең болады. Бұл сонда тең болады 1,05. 0,5 оның 5 дәрежесі паскаль болады. Вот P1-де P2-де осыған тең деген. P1-де P2-де осыған тең болады. Енді біз нені тауып? Көлем тауып алайық P1-де. P1 деген көлемді қалай таба аламыз? Ол P1 M бөлінген M R T1 да. T1 бізде бар. P1 бар. P1 тауға болады. Мына жерде клапейроменделеп теңдеуін жасап P1 тең болады M бөлінген M R T1 да. Осыдан енді P1 тапсаң P1 тең үстінде M R T1 астында не болады? Астында бөлесің P1 M P1-ге да. Орнына сандарын қойайық. Орнына сандарын қойсақ, мына жерде 0,01 8,31 T1 дегеніміз жаңағы 298 болады. Кельвинге айналдырсақ, мольдық массасы оның 28 болады. 28 оның минус 3 дәрежесі. Ал қысымымыз жаңағы 1,05 көбейтілген оның 5 дәрежесі болады. Осыны есептесек, балалар, бізде шығады екен 8,42. 8,42 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі метр куб болады. Метр куб болады. Так, мына жағында берілген, міне біреуін өшірейін да. Міне жерде өшірейін. Енді табамыз балдар. Енді P1 мен P2 тең, P2 де соған тең деген сөз. Осыдан енді B2
B2 біз B1 таптық, енді B2-ні табу керек. B2-ні табу үшін клапейрон Менделеев теңдеуін, клапейронды қолданамыз. Онда P1 көбейтілген B1 бөлесің T1 тең болады P2 B2 бөлесің T2. Осыдан енді B2-ні табайық. B2 тең болады P1 B1 көбейтілген T2 бөлеміз T1 көбейтілген P2. Ну, орнына сандарын қояйық та. Ну, давайте қойғандарын жазайын мен. Міне жерде бірдемелер кеткен ғой. Естественно, P1 мен P2 тең ғой, екеу кетеді ғой. B1-іміз бізде тең болған нешеу? 8,42 да. 8,42 оның минус 3 дәрежесі. 42 оның минус 3 дәрежесі. T2 дегеніміз 898 болады. Кельвинге айналдырғанда бөлеміз T1-іміз бізде 298 болады. Так, осыны есептегенде бізде шығады B2 деген шығады 25,37. 25,37 оның минус 3 дәрежесі метр куб шығады. Енді осыдан нені тау? Енді дельта бұны тау керек. Дельта B азайтасың ғой жаңа. 25,37-тен азайтасың 8,42-ні. 25,37 азайтасың 8,42 көбейтесің оның минус 3 дәрежесіне. Бұл тең болады, бізде неше болады? 16,95. 16,95 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі метр куб шығады. Енді A-ны табамыз. A тең болады, ол немеге? P көбейтілген дельта B ғой. Орнына қоямыз жаңа. P неше өйді? 1,05 оның 5 дәрежесі. 1,05 көбейтілген оның 5 дәрежесі. Дельта дегеніміз 16,95 оның минус 3 дәрежесі. Осыдан ол тең болады, бізде неше шығады дейді? 1780 жоул шығады. 1780 жоул. От мына есеп осындай объемный үлкен, көлемі үлкен есеп екен, иә балалар? Так, бұл бір есеп кетті. Енді қандай есеп бар біздің шығарады? Енді шығарамыз. Бұл 293 шығардық. Енді 297 деген есепті шығарамыз. 297. Өшірем мұнаны. 297. Так, есептің берілгені бұлай екен балар. 297 деген есеп. Бұл жерде, по-моему, график бар. 297-де 134 сурет дейді. Мынандай сурет берілген. Сурет емес, ол график қой просто. Так, мына жағы көлем, мына жағы қысым. Сосын график бұлай берілген. P1-ден P2-ге дейін көбейген бүйтіп. Мынау 1 деген нүкте, мынау 2 деген нүкте. Одан кейін мына жерде ол 3 деген нүкте бар. Мынау 3 деген нүкте. Сонда мына жері, мына жерлер белгілі. Так, мына жерлерде қандай мән берді? Мына жерде P1 деген бар қысымда. Мына жерде P2 ол P3 пен теңді. Көлем мына жерде B1 мен B2 тең. B1 мен B2 тең. Мына жерде ол B3 дейді. От осындай график бойынша өзгереді екен да. Процесс бірінші қайткен. Бірінші изобаралық
изобаралық жаңағы қысым көбейеді. Изобаралықты қыздырады, наверное, да? Одан кейін былай қарай біріншісі изохоралық қыздырады, одан изобаралық көлемі ұлғаяды. Осыдан бізде тап дейді. Нені тап дейді? Вот есептің ең алдымен берілгенін оқып алайық. Бітеді. 2,297, иә? Есептің берілуі мынандайды. Көлемі, B1 көлемі, от астына жазайын да. B1 көлемі 0,1 метр куб. 0,1 метр куб. Көлемді алып тұрған газдың қандай да бір массасы Т1 300 кельвин температурада дейді. Т1 300 кельвин температурада П оның 5 дәрежесі паскал қысым түсіреді. Мына жерде П1 ол, да? Қысым түсіреді. Ол П1 ғой, скорее всего, да? Қысым түсіреді дейді. Газдың тұрақты көлемде, мынау тұрақты көлемде отыр. Не, тұрақты көлемде біріншісі, иә? Бірден екіншісі. Газды тұрақты көлемде Т2 320 кельвинге қыздырған да. Содан соң тұрақты қысымда Т3 350 кельвинге, Т3 350 кельвинге қыздырған. Дейін қыздырды. Газдың біріншіден үшінші күйге өткенде жасаған жұмысын тап дейді. А бірден үшке өткендегі жасаған жұмысын тауы керек. Бұл осындай екен. Көрдің бе? Қыздырған бірінші көлемі қысып ұстап тұрған көлемінде біріншісінде. Поршынды қозғалтпай B1 мен B2 тең. Осы кезде қыздырған. Алғашындағы температурасы 300 кельвин болған. Одан кейін қыздырғанда температурасы 320-ға дейін жеткен. Оның қысымы көбейді, естественно. Бұл кезде газ жұмыс атқармайды, өйткені көлем тұрақты болып тұрған изохора. Одан кейін поршынды босатып жібергенде ары қарай тағы да қыздырған. Қыздырғанда теперь қысым тұрақты болып тұрады да, изобаралық ұлғаю кезінде жұмыс атқарылады. Температурасы бірақ ішкі энергиясы да артқа 350-ге дейін барған. Осыда атқарған жұмыстап дейді. Біздің сонда атқарған жұмысымыз тек қана 2 мен 3-тің арасындағы жұмыс болатын болып отыр ғой, 2 мен 3-тің арасындағы жұмыс болады. Сонда біз P2-ні 3 пен 2-дегі көлемнің өзгерісіне көбейтсек, сол жетіп жатыр дегенсіз, иә? Но әрбір нүктедегі недерін табамыз жаңағы. Клапейрон теңдеуін жазамыз әр қайсысындағы да. Но давайте біріншісі бүйтіп жазайық. P1 бөлінген T1 тең болады P2 бөлінген T2, да? Осыдан көлемдер қысқарады ғой, бұл жерден. Көлемдер қысқарып қалады. Осы жерден P2-ні тапсаң, бізде P2 тең болады немеге? P1 T2 бөлеміз немеге? T1-ге, да? T1-ге бөлеміз. Орнына қоятын болсақ, бұдан жаңаға бізде не шығады екен? P2-ні тапсаң, P1 300, P1-ің оның 5 дәрежесі, T2-ің 320, 300 бөлесің 300-ге. То есть бұлай шығады мені. 3, оның 5 дәрежесі көбейтесің 300 бөлесің 300, нет, наоборот, T2-ің нешеге? T2 320, 320 бөлесің 300-ге. Но бұны бақа қысқартпай тұрайық, бөліп мөлмей ақ қойық. Енді 2 мен 3-ті есептейік. 2 мен 3-ті мына 2-ні тоже клапейрон жазамыз. P2 бөлеміз T2 тең болады P3 бөлесің T3-ге, да? Не біреу 2 ғой, 2. Енді осыдан біз жаңағы нені табайық. Бұдан немене кетеді?
Біз нені табамыз? P2 мен P3 тең ғой. P2 мен P3 тең. Енді осыдан B3-ті табуға болады. B3-ті тапсаң, B3 бізде тең болады. Бұлай қарай тауып мен 0, 0, 4, көбейтесің 350, бөлеміз нешеге? 320-ға. 004 деген видимо мынадан шығып тұрған шығарып. P2-ді 004 дегеніміз соғай деймін. Но видимо сол да. Енді осыдан тапқанда бізде неше шықты? B үшін шықты 0, 0,1, 0,9 метр куб да. B шықты. Енді аны табамыз бізде A 1-де 3 дегеніміз біздің ол тең болады A 2-де 3-ке тең болады. Себебі бізде A 1-ден 2 ол 0-ге тең. Неге дегенде B1 мен B2 тең да. Енді осыны табамыз, осыны тапсаң бұл P2. P2 әр жерде B3 минус B1 болады да. Так, есептейміз неше шығады сонда. Так, ана жаңа бір ұзын санды жазып қойған 32, оның 5 дәрежесі. Астында бөлесің 30. Мен жерінде жазам енді. 0, 0, 1, 0, 9. Азайтасың 0, 0, 1-ді. Тең болады. Бізде сонда шығады 960 жол шығады екен. 960 жол шығады екен. От бұл есепті осылай шығаруға болады екен. Е болдар? Бұл сонда графикке қарап тұрып, графикті сөйлет тұратын болу керек қой, көрдің бе? Міне жерде міне көлем тұрақты болса, жұмыс атқарылмайды, жұмыс тек қарамай жерде атқарылады. От сол. Енді балалар бұл үйге мынандай тапсырма беремін. Үйге 2-ның 281, 282, 2-ның 281, 282 қызыл кітап қой бұның бәрі. 282 2-ның артқа қарай жүрсек 275, 277 289 9 есептерін шығару. Есептерін қызыл кітаптан шығару деп жазып қойыншы. Қызыл кітаптан бұт шығару. Мынау міне үй тапсырмасы. От осылай екен балалар. Біздің бұл сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар, назарларыңа көп рахмет.